Ал сәлеметсіздер ме балалар? Сіздермен мен Жасұлан Нұржанұлы, балалар шығармашылық мектебінің Нұрауен студиясының жетекшісімін. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымызды әрине ең бірінші тыныс алу жолдарынан бастайық. Бәріміз қолымызды көтереміз. Ал егер де балалар осы жаттығуды орындап болса, біз домбыра сабағымызға көшейік. Ой, балалар, мен сендерге айтуға ұмытып кетіппін. Кеше қолымды қатты қайырып алдым. Бүгін міне домбыра тарта алмаймын. Сондықтан домбыра сабағын бүгін өткізе алмайтын сияқтымын. Бірақ балалар, тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Кеше мен көшеде жүріп осындай сиқырлы лампа тауып алдым. Міне, бұл сиқырлы лампаны біз қазір шақырып көрейік. Мұнда сендер кім бар екенін білесіңдер ме? Әрине, бұл лампада сонау Аладдин мультфильміндегі джин бар. Ал қанекей бәріміз бірге шақырайық. Бұл лампа 5000 жыл жатқан сонда джин қатты ұйықтап жатыр, оянбай жатыр. Ал балалар, сендердің көмектерің керек, бәріміз бірге джин оян деп айтайық. Ал балалар, қазір джин оянады. Ал сәлеметсіңдер ме балалар? Сендер менің кім екенімді көріп тұрған шығарсыңдар, иә? Мен сонау Аладдин мультфильмінен келген джин боламын. Міне, сендердің ұстаздарының бүгін бірінші тілегін мен қабыл алдым. Ол сендерге күй үйретуді сұрап жатыр. Ал балалар, сендердің тілектерің қандай? Мен әр адамның 3 тілегін орындаймын. Иә балалар, мен де біліп отырмын. Сендер еркемай, біз өмірдің гүліміз сияқты әндерді жаттапсыңдар. Ал ендеше енді сендер қиындау күйге кезек берейік. Ал ендеше балалар, мен сендерге сол күйді үйретейін. Ал балалар, өздеріңіздің ағайларыңыз үйреткен сияқты қолдарыңызды біз бүгін кеңес күйін бастаймыз. Ал ендеше балалар, бас бармақты екінші нүктеге қоямыз. Енді бүгін балалар біз жаңа қағыспен танысамыз. Ол іліп алу деп аталады. Қараймыз, міне ең бірінші кеңес күйінің бас буынынан бастаймыз. 1. Енді екінші қағысты ойнамаймыз да, жай ғана іліп аламыз. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4 іліп аламыз. Міне балалар, іліп алуды сендерге тағы да дұрыстап түсіндіремін. Қараңыз, ойнаймыз. Бас бармақты екінші нүктеге қоямыз жалғыз өзін. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Балалар, бұл күйдің бас буыны. Міне, енді бас буынды бірге, міне балалар, іліп алуды тағы да сендерге көрсетемін. Ал ендеше бас буынды бәріміз бірге ойнайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал міне балалар, егер де сендер бас буынды жаттап алсаңдар, ендеше біз бірінші бөлімге көшейік. Міне қараңыз, бас бармақты осында қалдырамыз екінші нүктеде. Ал бірінші саусақты бас бармақтан бір пернеге жоғары қоямыз. Қараймыз. 1, 2-ні іліп аламыз. 3, 4-ті іліп аламыз. Енді ары қарай 1, екінші 2, 4-ші саусақпен үшінші нүктеге қоямыз. 3, екінші нүктеде. 4, бірінші нүктеде. Ары қарай қайтып орнымызға келеміз де. 1, 2, екінші нүктеде. 3, үшінші нүктеде. 4, қайтып орнымызға келеміз де. 2 рет. 1, 2 іліп аламыз. 3, 4. Ал балалар, бірінші бөлімді қайтадан бірге ойнап көрейік. Бірінші бөлімде бас бармақ екінші нүктеде. Бірінші саусақ, одан бір перне жоғары тұрады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал жарайсыңдар балалар. Мен
сонау Аладдин мультфильмінен келіп, сендердің қандай талантты екендеріңді көріп мәз болдым. Ал балалар, ендеше менің бірінші тілегім, сендердің бірінші тілектеріңді орындадым. Ендеше балалар, қош сау болыңдар.